Мұрат Әуезов 1943 жылы 1 қаңтарда Жамбыл облысында дүниеге келген. Қазақтың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов пен Фатима Ғабитованың ұлы. Мұрат Әуезов Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Шығыс тілдері институтын Қытай филологиясы мамандығы бойынша бітірген. Қызметтік жолында басшы да, депутат та, елші де болған. Сондай-ақ ол Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Алтын асық Тарлан сыйлығының лауреаты. Қазақ баланың сүйегі, яғни тегі, өмірлік күші ата жұртынан, ал қаны, яғни ақыл-парасаты, шығармашылық қабілеті нағашыдан тарайды дейді. Жігіттің жақсысы нағашыдан деген сөз содан қалса керек. Ол қазақты әлемге танытқан жазушы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің ұлы. Аты аңызға айналған абзал ана Фатима Ғабитованың сүт кенжесі Мұрат Мұхтарұлы Әуезов.